24 бап бізде тұтынушылық деген бап бар бізде. Қағазыңыз қандай бізге видеоға түсірді деген сол қағазыңызды көрсетіңізші. Түсінбедім. Қағазыңызды көрсетіңізші. Конституцияда рұқсат бермейді. Конституцияда рұқсат бермейді, қарындас. Бізде Конституцияда рұқсат бермейді. Конституцияның баптар, тармақтарын білесіз бе өзі? Жоқ, сізде сізге рұқсат бермейді да, сізге түсіре бересіз. Сіз неге кім рұқсат бермейді? Пациенттің алдында неге сіз бұл кісіні балағаттайсыз? Балағаттайсың? Бұл кісі жұмыс жасап жатыр ғой. Сол балағаттау деген сөзіңіз бар ғой, сол сөзіңізге жауап бере аласыз ба? Министр айтып отыр ғой. Дәлеліңіз бар ма? Дәлеліңіз бар ма? Дәлел мынандай свидетель болады, қасында тұрған қызмет. Маған видео арқылы дәлелдеп беріңіз. Онда бүйтесіз. Неге сіз адамдардың сіз онда сотқа беріңіз. Сотқа беріңіз да, сол балағаттат деген сөз бар ғой. Жаза беріңіз. Беймұрал жаза беріңіз. Мына жерде былай да карантин талаптарына сай ковер деген нәрсе бар, мемлекет тарапынан бөлінген. Сол нәрсесі жоқ та бұл жерде. Кейін мына қызметкерлер бізге азамат құқық бар бізде. 24 бап конституциялық біз түсіруге құқық бар. Тоқта тұрып түсіндіріп айтайын. Өтелі бұрынға бізде диспансер учетта тұрады. Оның ешқандай видеокамераға түсіргенін қабылдамаңыздар. Қабылдамаңыздар. Қабылдамайсыз. Бұл ондай немен жұмыс істеуге құқық жоқ. Қай бапқа сүйеніп айтып отырсыз азаматтың? Бапқа сүйеніп, неге сен жұмыс істеуге құқың жоқ. Құқың жоқ? Құқың жоқ. Не үшін сізге документ көрсетуім керекпін мен? Сен не түсіріп аласың? Мен түсіре аламын. Конституциялық 24 бап бар. Конституциялық 24 бап бар. 24 бап бар. Болыпты. Давайте емес, сіз кімсіз? Сіз кімсіз? Сен кімсіз, сен маған айтпай. Мен азаматпын. Мен де азаматпын. Сіз азамат емес. Сіз главврач. Все, мына жердегі коверға айыппұл салып беріңіздер бұл кісілерге. Тексеретін орган емес бұл. Тексеретін орган емессің сен. Азаматтық құқығымыз бар. Азаматтық құқығымыз бар. Құқық берген жоқ ешкім. Сен инвалидтік екінші группасың. Болды, басқа жұмыс жоқ. Сіз мен құқығым таптап отырсыз ба? Таптап отқан жоқ, мен сен барыңды айтып жатырмын мен саған. Таптап отқан жоқ. Сіз өзің действительно төсекте жатқан адамға сіз инвалид шығарып бермейсіз, мен білемін. Шығарып бермейсіз сен. Айта бер. Мына жерде ковер жоқ, көріп отырсыңдар. Майндолық іс жүргізіңдер, болды. Майндолық іс жүргізіңдер. Сотқа бере берін. Бере берін сотқа. Сотқа бере берін. Сотқа бере берін мына жерде. Біздің де правила бар ғой, неге сіз нан түсірмейсіз? Бас санитардың, нышанаттың, қараңыз, сіз қараңыз, бас санитардың қаулысына бағынасыз ба, бағынбайсыз ба? Жоқ, бас санитар нышанаттың қаулысына бағынасыз ба, бағынбайсыз ба? Мынанша адамды сіз қазір ғой, сіз үшін білесіз ба? Компьютерге сұрамай жатырмыз біз. Қызмет көрсете алмай жатырмыз сіз. Неге Значит, бас санитардың қаулысына бағынбайсыздар ғой? Бас санитардың қаулысына бағынасыз ба, бағынбайсыз ба? Президент шығарған. Бізге емес, ол жеке сіздерге. Сендерге шығарған. Жоқ, сендерге шығарған. Сендер мыналарға мен жететпес деп шығарған. Онда сотқа беріңіз. Сотқа береміз ба? Сотқа беріңіз. Кім жеңіп шығатын сол кезде қарабет болмаңыз сол кезде. Қарабет болмаймын, еш уақытта сөйлемеңіз, қарабет деп айтпаңыз. Жігіттер болады. Жаза бер. Білген сіздер. Мына келген пациенттерге нормальный қызмет көрсетуге мүмкіншілік бермейсіз сіз қазіргі таңда. Неге сіз балаларға? Мына жерге коверға айыппұл салып беріңдер. Ол заңда қарастырылған. Бас санитардың қаулысымен қарастырылған, айыппұлын салып беріңдер. Мына жерде стандартқа сай ковер болу керек. Бәрі больницада бар да, қалалық больницаның бәрі мысалда. Именно сонда бізде бас санитардың қаулысы бар. Нышанаттың ковер болу керек, стандартқа сай. Мына жерде термодатчик болу керек, антисептик болу керек. Бәрі мысалда, дұрыс па? Антисептик міне қараңызшы, міне тұр ғой. Антисептик көріп тұрсыз ба ол жерде? Антисептик жоқ. Жоқ бұл жерде, көрдің ба? Ешқайсы антисептик қолданып отқан жоқ бұл жерде. Дұрыс па сен? Көріп отырсың ба? Әкімшіліктің жауапты маманысыз. Енді қараңыз, антисептик
антисептик жеткілікті. Бәрі жеткілікті. Дополнительный термометр автоматты түрде міне управление етіп қойып кетті. Кірген адамды кіргізбей жатып температурасын өлшеп. Видеобақылаудан өткізіп. Неге оларды сізге біз түсінбеймін сізді. Маска деп айтып жатыр. Температурасы мынан ке бар деп айтады. Сіз біріншіден олай өйтіп қызметкерлерді беспокоить етуіңізді мүмкіншілік. Сіз кім боласыз? Сіз кім боласыз? Мен осы жерде мына медсестралардың аға медбикесімін. Қазір жылап звондап жатыр маған. Қызметкер куәлігіңізді көрсек бола ма азаматтық тұрғылықта? Сіздің куәлігіңізді көрсек бола ма? Жоқ, мемлекет қызметкерсіз. Жоқ, мемлекет қызметкеріміз. А бейжіңіз кән онда? Онда бейжіңіз кән сіз? Сіз бейжіңіз кән мемлекет? Түсіп қалды. Түсіп қалды? Онда қызмет куәлігіңізді көруге қақылымыз біз. Беспокоить етпеңіз. Қызмет куәлігіңізді. Жоқ, мына жерде өзің нарушениені көріп тұрсыңдар, соған стандартқа сай істеңдер. Ешқандай конституцияда шектеу деген нәрсе жоқ. Адам бөліп жарылмайды ол жер. Бәрінде құқық бірдей. Давай стандартқа сай, неге нормативке сай жұмыс істеңдер болды. Мен өткені, мен бұл жерде бәрі красный линия кіріп кетіп жатыр. А сіздер, мысалы бас санитардың қаулысын сіздер орындамайсыздар. Бас санитардың қаулысын сіздер үшін заң емес па? Сіз осы біздің Мырзакенттің тұрғынысыз, иә? Иә, хақым бар тұрғын ретінде. Енді менің тарапынан, менің талғат енді әкімшіліктің қызметкерлері тұр. Сіз 2 жылдан бері флюорографиядан өтпейсіз. Менің қызметкерлерім сізді барып қазір сөйтіп арыз шағым тастаймыз деп жатыр. Тастай берсін. 2 жылдан бері флюорографияға шақырамыз, өткізе алмаймыз. Медициналық көріктен өтуге шақырамыз, өткізе алмаймыз. Вакцинаға шақырған бұл кісіні, вакцинаға алмаған. Вакцина әркім өз еркісімен деген. Енді еркісімен, но бірақ сіз неге біздің медицина организацияға қызметкерлер шақырған кезде неге келмейсіз? Неге жылына бір мәрте қашан шақыртты? Енді қазір соның бәрі маған үйге арнайы қағаз жолдады ма? Қағаз жолдауға міндетті емеспіз біз. Медсестра, участковый медсестра үйіңізге барды, фактически сізге барып бетпе-бет айтады, бізде арнайы қағаз деген нәрсе жоқ. Қағаз деген нәрсе жоқ. Обязательно жүрген жерін қағазбен жүру керек па? Ол өзі доказательство ғой. Жоқ, сіз кім боласыз өзі? Мен айттым кім екенін. Жоқ, кім боласыз сіз өзі? Маған қызмет куәлігін көрсетсін онда, қызмет куәлігін көрсетсін. Сендер айтып, тексеріп куәлігін көрсеткен көрейік. Мен не үшін мен азамат, мен саған міндетті емеспін көрсетуге. Мен саған міндетті емеспін куәлік көрсетуге. Сіз дауыс көтермей дұрыстап сөйлеңіз. Сен де дауыс көтермей сөйле. Мен хақым бар. А сіздің жұмысыңыз әдеп кодексі бар. Сіз гласно жауап беру керексіз. Жауап беремін. Сіз жауап беру керексіз. Жауап беремін дедім ғой саған. Сіз жауап беру. Не деп жауап бересің сен? Жауап беремін. Сен не деп жауап бересің? Жоқ, мына жерде нарушениені көріп тұрсыңдар. Сол орындарында талаптарды болды. Егер нарушение болса бар ғой, сол нарушениені жазды. Сіздер бұл жақта нарушение тапсаңыздар, сіздер жоқ, бере бер, сотқа бере бер. Бере бер сотқа. Конечно, әрине, мен одан қашпаймын. Болды ма? А сіз қызмет куәлігімен бейжіңіз тағып жүрген міндеттісіздер сіздер, әрқайсыларыңыз. Сіз қызмет халық үшін, халықтың алдында қызмет көрсетіп жүрген адамсыздар сіздер. Сен өзіңе жауап бер, болды не қасың? Мен өзіме жауап бере аламын. Жауап бере алмайсың сен. Жауап бере аламын. Жауап беріп құқың жоқ сен. Жауап бере алмайсың. Сен кімсің мен құқығымды шектететін? Мен. Сен кімсің? Қақсы шыққанда өзің? Поликлиникада сен диспансерлік тұрасың, болды. Сен кімсің сен мен құқығымды шектейтін? Ұрайынды бұтсың ба? Жоқ, сен кімсің мен құқығымды шектейтін? Ұрайынды бұтсың ба? Сен кімсің мен? Мен поликлиникада замглавврачпын. Не ұрлаймын мен? Сен диспансерлік тұрасың менде. Шақырғанға келдің. Шақырғанға келдің, келмей жүрсің ғой сен? Сонда онда учетта тұратындар сонда немде құқың жоқ па не? Құқың жоқ. Түсіруге де құқың жоқ. Қай бапқа сүйеніп айтып отырсың? Білесің ба? Мұны мынаған түсініп отырмын. Сендер үшін ол. Сендер үшін ол. Әрбір сен сияқты біреулер келіп тұр, тиісіп кеткен екен, сондай болады. Дұрыстап, грамотный сөйле. Сен де дұрыстап сөйле. Дұрыстап сөйле, әдептілігін сақта. Болды, айналайын. Болды, түсе ма? Сендерде әдептілік кітапшаларың бар. Ұстау керексіңдер. Сенде ше? Соны ұстау. Сенде ше? Тексеріп келсін ба? Азаматтық құқығым бар мен. Азаматтық құқығың жоқ сенің. Мен конституциялық құқығым бар мен. Мен конституция қорғайды. Жұмысын істе. Жұмысын істе, сен жұмысын істе. Так, болды ма жігіттер? Болған жоқ, мына жерге коверға әкімшілік хаттамасын толтырып берсін. Жоқ, неғанда сен не үшін келдің? Айтшы. Жоқ, не үшін келдің? Мына жерде нарушение келдің.
мен нарушениеге шақырып нарушение болса бар ғой, нарушениені өздері сен жазып берсе, осындай нарушение істеді деп жазып бер. Бұл жақтан нарушение болса, бұл жақтан да жазып берсін, ондай нарушением жоқ деген сияқты. Болды, сонда сонда мына жерде код Жоқ, айтып жатырмын, сен жазып бер, сен жазып бер. Қағаз жүзінде жазып бер. Менің жазып бер. Мен жазып беремін. Қағаз жүзінде жазып бер. Сен жазып бере аласың ба? видео дәлел бойынша мен көрсетіп Дәлел отырмын. емес, сен қағаз жүзінде жазып бер. Бәрін көрсетіп отырмын. Қағаз жүзінде жазып бер. Мен де қағаз жүзінде жазып беремін, одан қашпаймын. Басшымыз бар. дұрыс айтады. Міне мына әкімшіліктің несі. Сен қағаз жүзінде жазып бер, мен қағаз жүзінде жазып беремін. бір сұрақ қоямын. Бас санитар нышановтың қаулысы сізге заң ба, заң емес па? Заң болса неге орындамайсыздар? Тоқтайте сен. Неге орындамайсыздар? Сен мені тіреу етуге құқың жоқ. Жоқ. Неге орындамайсыздар? Сол талап Сен неге жазып бер. орындамайсыздар? Сен жазып бер, оны жазып бер, қағаз жүзінде жауап беремін. Түсіндің ба? Қағаз жүзінде Сен қағаз жүзінде не қылып қағаз жүзінде жауап беремін. Мен бұларға да жауап беремін, саған да жауап беремін. Пожалуйста, қағаз жүзінде жауап бер. Сен де маған жауап бер. Маған түсіруге құқың бар ма жоқ па? Соны не қылып? бар. Түсіндің ба? Бар. Соны жазып бер. Құқым бар. Ешқандай құқың жоқ сенің. Құқым бар. YouTube-қа да салып мен саламын мен. Саласың ба? Жеке мен салуға құқығым бар. YouTube-қа саламын. Мен де саламын сені. Сала бер. Сала бер. Бұндай емес. Сала бер. Сала бер. Мырзакенттің 80% сіз жақтырмайтын мен білемін. Жақтырмаса жақтырмай ақ қойсын. Мен оны не үшін әділдік үшін істеп жатырмын. Сен сияқты жаңағы бүйтіп келіптім ақшаны іздеп жүрген адам емеспін. Немене деп отырсыз? Қандай ақша бергеш? Сол сөзің жауап берші. Жауап беремін мен. Жауап беремін. Жауап берші кәне. Бергесе немене қашып барасың енді? Немене қашып барасың бергесе? Не деп тұрсың? Жоқ, қандай ақша туралы айтып тұрсың? Ақша требовать етесің сен осындайдан. Әркімнен ақша требовать етесің. Жауап беремін мен. Сол сөзің сотта жауап бересің. Жауап беремін. Сол сөзің сотта жауап бересің. Болды ма? Бұл болған жоқ. Мен мына жерде орындасың талаптарын. Әкімшілік. Монитор. Бас санитардың қаулысында тіркелген ба? Ковер болу керек деп. Дұрыс па? Антисептик болу керек деп. Бетперде талаптарын ұстайсың. Сен жазып бер. Коверің қақта. Коверің қақта. Рома. Коверің қақта. Рома, тұрғыш. Коверларың қақта ал. Тұрғыш. Ол да әкімшілік құқық бұзушылық. Ол да әкімшілік құқық бұзушылық. Сен бір-біріңізден тыңдаңыздар. тыңдап көріңіз. Мен сені тыңдайын. Шешіледі, сонда шешіледі. Шешілмейді, мәселе жоқ. Рома мырза, Егер виноват болсақ, сен қағаз жүзінде жазып бер, біз оны орындаймыз. Мынандай санитарлық талапқа сай, ол жерде ковер болу керек. Біз орындаймыз. Тура ма? Негіз болу керек. Жазып берсе сен маған. Заңда қарастырылған ма, қарастырылмаған ба? Сен жазып бер. Жоқ, негізі қарастырылған ма, қарастырылмаған? Мен сені сұрақтаған жоқпын. Сен жазып бер деймін. Қандай? Жоқ, қараңыз. Дұрыс па? Нарушениелерін жазып бер. Мен сенің нарушениең мен жазып беремін. Болды ма? Жоқ. Жоқ, сіздің қолыңызда алмаймын мен. Алмасам қой, мен саған жазып бер деп тіреу етіп жатырмын. Жазып бер. Мен жазып беремін. Жазып бере алмайсың ба? Онда сен мен жазып беремін. Мен жазып беремін. Жазып бер, әдемілеп жазып бер. Кейін мен флюра мына жерде мына қарындастан сұрадым. Осы бір-екі мәлімет алмақшы болып отыр едім. Бұл маған жауап бермеді. Бұл да әкімшілік құқық бұзушылық болып есептеледі. Келген тұлғаларға жауап беру міндетті бұл кісі. Жоқ, келген жауап көрсету керек. Тура бағдарлама жоқ. Дұрыс, көрсету керек бұл кісі да. Бұл кісі бас тартты да, басын изеп, ешқандай басын көтерген жоқ, жауап берген жоқ сұрағыма ше. Кейін сұрағыма жауап берген, кейін шығып кеттім. Компьютермен жұмыс істеп енді қараң, бұл кісі не үшін отыр бұл жерде? Айтыңызшы, не үшін отыр? Әрбір пациентке келген кезде, мысалы, білмейтін ғимараттар болады, білмейтін кабинеттер болады. Соған жауап беру үшін отыр ма бұл кісі? Жоқ. Мен сұрадым. Қайда деп сұрадың? Антисептикіме ковер қайда дедім. Ковер қайда дедім. Мен ковер сұрадым. Сіздің бейжіңізген көрейікші, аты жөніңіз білейікші сіздің. Бейжіңде міндетті емессің саған көрсетуге? Міндетті емессің ғой, Қара әкімшілік нелер. Мына кісі бейжіңізді көріп, азамат құқығым бар. Бейжің көріп, мен бұл аты жөнін білуге құқығым бар. Ол міндетті емессің деп тұр мына азамат жа. Түсіндіріңіз бұған. Таныстырып өтсең болады. Ол таныстырудан бас тартып жатыр, Жоқ, сіз қараңыз, бұл бас тартып жатыр. Бұл бас тартып жатыр да бұл азамат жа. Мырзакент бойынша құрылған мобильдік топ мүшелерімізді білемін ғой. Карантин талаптарын бұзып жатқан болса, біз оған түсініктеме. без маска тұрса. Жоқ, дұрыс қой, негіз камерларға да қарайсың, антисептикке де қарайсыңдар. Әкімшілік пен ішкі істер органы екеуіне тіркеп қойды. Қағаз шеттен алып тастады ол нәрсені. Мен қазір білесің, Түркістан, Шымкент, қызыл аймаққа кіріп кетіп жатыр. Мен просто бірінші медик салалар сақтаса, Алла қаласа, біз де жеңіп шығармыз деген мақсатта мен ниетімдемін. Мен ниетім сол да мен
просто бізде ешқандай ауру өршімесін, тыныштық заман болсын, бәрі карантин талаптарын дұрыс деңгейде сақтаса, бәрі әйтеуір бір бас санитардың нышандықтың қаулысын дұрыстап, ешқандай үзіксіз орындап отырса, бәрі дұрыс болады. Біздің мақтаралымыз тыныш болар еді деп ойлаймын мен. Бұлар әрбір нәрсені мысалы, менің хақым бар оған. Сұрасың ба, қағаз көріп кереміз, конституциялық құқық бар бізде. Айтшы, түсіндірші, қандай құқықтарымыз бар, айтшы. Қағазы бар ма? Мен осы жердің регистрация бөлімінің старший медсестрасы боламын. Жауапты. Кімді? Қағазды бізге әкеліп берші ма, түсіріп алсақ. Құқығы бар, түсіре алам. Оның хақым бар, оны түсіруге. Анамын, бұны түсіруге құқығы жоқ. Менің аяқ асты құқығы жоқпын. Түсіруге құқығым бар ол бойынша. Еш уайымдамаңыз. Сенің қағазың болса маған әкел. Ол түсіруге құқығым бар. Қағазың қана? Конституцияда құқығымыз бар бізде. Қағазың қана? Конституцияда тұтынушылық 24-ші бап бойынша, тұтынушылық 24-ші бап бойынша 20 көрінбе әдептілік сақтамай жатыр. Шығып кет деген нәрсе айтуға хақысы жоқ бұның. Бұл шығып кет деген айтуға хақысы жоқ бұл қандастың. Сіз бар ғой, неге маған қол шош айтып шығып кет деп айтасыз? Сіз қандай хақыңыз бар маған шығып кет деп айтуға? Жоқ, шығып кет деп айтуға қандай хақысы бар ол кісінің? Қандай размерде? Оны білу міндеттемесін оны. Міндеттемесін оны. Сәл өзімізді басайық, әдептілікпен. Айта бер. Жаңағыдай халық келіп жатыр. Айта бер. Бұлардың да несін алмайды, уақытын алмайды. Жоқ, уақытын алып жатқан жоқ. Мен просто мына жердегі стандартқа сай, просто стандартқа сай, мысалда соған ковриктер болса, әйтеуір дұрыс деңгейде қызмет атқарса деймін, мен басқа ештеңе деп жатқан жоқпын бұл жерде. Мен просто жаным шығып жатқан, уже мына түбімізде тұр, Шымкент Түркістан уже келіп қалғанда уже қызыл аймаққа, уже 6-7-ші қала болып кіріп кетсең не істейді? Құдай сақтасын да. Бірінші медиктер мен мекемелерге жүктеп қойған бірінші. Өткенде тойда да бәрін алып тастады. Соймен бас санитар қаулысын нышанды шығарып отыр, бәрін шығарып отыр. Бірінші медиктер сақтау керек сол саланың бәрін, мысалы. Сол заң талаптарын бәрін солар сақтау керек. Мен мақсатым сол, мына жерде просто мен кірдім, мен просто ана жерде мен бір жер жаман жер басып келген шығар, аяқ табан арқылы жұғудан мүмкін, кішкентай балалар жүр. Сол үшін мына дезинфекцияланды табанды кіруіміз керек біз негізі заң аясында. Мен сол үшін көбірек қойдырып жатыр бұл жерде. Сол үшін қаулы шығып қойған сол үшін. Мен сол мақсатта мына жерде аян. Осы зданияның басшысы бар да, медициналық саланың өзі осы Мақтаарал ауданының емхананың